Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы алғашқы адамдардың өмірі. Сабағымыздың мақсатына келетін болсақ, алғашқы адамдардың антропологиялық белгілерін сипаттау және алғашқы адамдардың тұрмыс тіршілігін шығармашылық түрде көрсету. Алғашқы адамдардың физикалық бет-әлпеті маймылдың жетілген түріне жақын келеді. Шығыс Африка аймағынан ағылшын антропологтері Дарт пен Луис алғашқы адамдардың 3 миллион жыл бұрынғы тасқа айналған сүйектерін тапқан. 1994 және 2009 жылғы археологиялық жәдігерлер Африкадағы ең алғашқы адамдар 4,4 миллион жыл бұрын өмір сүргенін айғақтады. Епті адам 2-3 миллион жыл бұрын пайда болған. Адамға көбірек жақын ата-тек. Миының көлемі 650 см куб. Олар тастан құралдар жасап, отты пайдаланды. Епті адам Африканың Кения жеріндегі Олдувай шатқалынан табылған. Ол шамамен осыдан 1 миллион 750 мың жыл бұрын өмір сүрген. Алғашқы адамдардың еңбек құралдары қазғыш таяқ, үшкіртас және шоқпар болып табылады. Тік жүретін адамдар синантроп пен пятикантроп неандерталдықтарға жататын алғашқы адамдар болып табылады. Олардың миының көлемі 1300-1400 см куб. Ірі денелі, маңдайы жазық, жақ сүйектері үлкен, бет сүйегі кішілеу, шүйде сүйегі артқа қарай шығыңқы және шүйде тесігі ортасына қарай орналасқан. Олардың үлкен ми сыңарының маңдай, самай, төбе бөліктері жақсы дамыған. Олардың бойының ұзындығы 165-170 см. Сүйектері, тістері қазіргі адамға өте ұқсас. Пішіні парабола тәрізді, иегі алға қарай шығыңқы емес. Олар аң терісін киім ретінде пайдаланған үңгірлерде өмір сүрді. Олардың табылған жері Ява аралынан, Чокодиан үңгірі, Қытай, Индонезия, Батыс Германия, Солтүстік Африка, Қазақстанда Маңғыстау, Қаратау, Көкшетау, Нарын бұқтырма, Ертіс маңында табылған. Осы заманғы алғашқы адамдар неандроптар болып табылады. Кроманон адамы 1868 жылы Франциядағы Кроманон үңгірінен табылған. Бұдан 30-50 мың жыл бұрын өмір сүрген. Кроманон адамы Қазақстанның көптеген жерлерінен табылған. Олардың миының көлемі 1500-1800 см куб. Саналы адам Homo sapiens қазіргі адамның пайда болуы мен дамуы, қалыптасуы ұзақ уақытқа созылған өте күрделі құбылыс болып табылады. Бұдан 35-40 мың жыл бұрын пайда болған. Қаңқа қалдығы Антарктидадан басқа құрлықтардан табылды. Тікелей арғы тегі кроманондарда табылады. Адамның табиғаты және жаратылысы осы күнге дейін философиялық және діни ағымның негізгі тақырыбы болып келе жатыр. Ағылшын ғалымы Чарльз Дарвин 1871 жылы шыққан «Адамның тегі және жыныстық сұрыпталу» деген еңбегінде адам жануарлар әлемінің эволюциялық дамуы нәтижесінде пайда болды деп дәлелдеген. Адам эволюциясының негізгі кезеңдерін сызба нұсқасын сіздерге ұсынамын. А. Австралопитектер өте ертедегі адамдар болып табылады. Б. Архантроптар, бұлар ежелгі адамдар. В. Палеонтроптар, бұлар ертедегі адам. Г. Неандроптар, бұлар қазіргі адамдар болып табылады. Адам эволюциясындағы басты морфологиялық өзгерістерге адамның қол, аяқ, тұлға сүйектерінің өзгеруі арқылы тік жүріп тіршілік етуге көшуі.
миының күрделеніп дамуы және оның көлемінің ұлғаюы, адамның жақ сүйектерінің кішірейіп, сөйлеу қабілетінің пайда болуы, еңбек құралдарын жасап, жетілдіре түсуі, қоғамдасып тіршілік етіп, айқын сөз арқылы қарым-қатынас жасауы және ақыл ойы мен мәдениеттің дамуы болып табылады. Енді оқушылар, осы сабағымызды қорытындылай келе, тапсырма мен бекіту сұрақтарына назар аударамыз. Бірінші тапсырма – сәйкестендіру. Жақсы балалар. Екінші – бекіту сұрақтары. Бірінші – алғашқы епті адам қай жерден табылды? Екінші – алғашқы адамдардың еңбек құралдарын ата. Үшінші – Кроманон адамы қай жерден табылды? Төртінші – адам эволюциясындағы басты өзгерістерді ата. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.